Сәлем достар, бұл оқиға сізді бей-жай қалдырмайтыны анық, толық тыңдап, өз ойыңызды қалдырыңыз, ал егер осындай қызықты оқиғаларды жіберіп алғыңыз келмесе, арнаға жазылып лайк басып қойыңыз. Ата-анамның бар мұрасын әпкем алғанын кездейсоқ білгеннен кейін, мен олардың есеп шоттарын төлеуді тоқтаттым. Бір айдан соң анам қоңырау шалып, қызым, коммуналдық төлемдер келді деді. Айжан әдеттегідей ас үйдегі үстелде отыр, ноутбуктегі сандарға қарап, ата-анасының пәтеріне қатысты төлемдерді реттеп отыр. Электр энергиясы, газ, су, интернет, осының бәрін ол көп жылдан бері ай сайын төлеп келеді. Ол болмаса, ата-анасы бұл істерді өздері реттей алмайтындай көрінетін. Кейде бұл оған ауыр тиетін, бірақ шыдап жүрді. Осы кезде оның әпкесі Салтанат мүмкін жаңа көйлек таңдап немесе достармен әңгімелесіп отырған шығар. Салтанат әрқашан еркін өмір сүрді, ештеңеге алаңдамайтын. Анасы Маржан үнемі, Салтанатқа көбірек еркіндік керек, ол шығармашыл адам дейтін. Ал Айжан ше? Ол әрдайым практикалық адам болды. Оған сен әрқашан шешім табасың деп айтатын. Айжан бухгалтер болып жұмыс істейтін, үй шаруасын жүргізетін, ата-анасына көмектесетін. Ал Салтанат бірінен соң бірін ауыстырып, түрлі хоббимен айналысты. Барлығы отбасы бюджетінен төленетін, сол күні жұмыстан кейін Айжан ата-анасына барып, уақыт өткізуді шешті. Ол олардың сүйікті Прага тортын және жақсы шарап сатып алды. Ол тек отбасы мүшесі ретінде сезінгісі келді, тек ресурс жеткізушісі болғысы келмеді. Үйге кіргенде анасы ас үйде, ал әкесі Болатбек креслода отырып, спорт арнасын қарап отыр екен. Деп қуана қарсы алды анасы. Келгенің жақсы болды деді әкесі. Неге кеш келдің? Жұмыста кешігіп қалдым деп жауап берді Айжан. Кеш әдеттегідей өтті. Шай, торт, жаңалықтар. Әкесі саясаткерлерге риза емес екенін айтып жатты, ал анасы көршілер туралы әңгімелеп отырды. Салтанаттың жоқ екенін Айжан байқады. Бірақ оған таң қалмады. Оның өз шаруалары бар шығар деп ойлады. Шайдан кейін Айжан анасымен бірге үйді жинауға көмектесуді ұсынды. Келісіп бірге ескі заттарды реттей бастады. Айжан бұл істі ұнатпайтын, өйткені шаң мен тарлық болды. Бірақ анасы ескі заттарды құнды естелік деп сақтайтын. Дәл сол жерде Айжан бір конвертті тауып алды. Үстінде өміршеңдік деп жазылып тұрды. Қызығушылығы жеңіп конвертті ашты. Құжатты оқи бастағанда жүрегі дүрсілдеп кетті. Онда анық жазылған еді. Барлық мүлік, пәтер, банк есеп шоттары, дача Салтанатқа тиесілі. Айжан ашу, ыза және ренішке толды. Ол әрдайым ата-анасына көмектесіп келді, ал олар ше? Құжатты қайтадан конвертке салып қалтасына жасырып қойды. Сол сәтте анасы келіп не тауып алдың, Айжан? Деп сұрады. Ерекше ештеңе жоқ, мам. Тек ескі фотолар деді ол даусын бір қалыпты сақтап, кеш бойы күлімсіреуге тырысты, бірақ ішінде бәрі қайнап жатты. Өзін алданғандай, жалғыз қалғандай сезінді. Үйіне қайтып бара жатып Айсұлу есімді шалды. Олар мені тек пайдаланып келіпті. Құрбыс тыңдап болған соң, сен дұрыс жасадың, Айжан, өз өміріңді ойлау керек. Бірақ ата-анаңда қателесуі мүмкін. Бәлкім, уақыт өте келе бәрін түсінер. Айжан терең тыныс алды. Кешіргісі келді, бірақ бұл оңай болмады. Бір ай өткен соң ата-анасы хабарласты. Олар Айжанмен сөйлескісі келді, бірақ ол жауап бермеді. Бір күні Салтанат ошалды. Бүгіне операция қажет, бізде қаражат жоқ. Не істейміз? Айжан үнсіз қалды. Әкесінің ауруын білетін, бірақ не істеу керектігін ойланып қалды. Қанша ренжісе де, жүрегі оған көмек бер деп тұрды. Мен көмектесемін, бірақ бұл бір рет қана. Мен өз өмірімді де ойлауым керек, Айжан барлық. Таныстарынан, достарынан көмек сұрап, қажетті соманы жинап, операцияны ұйымдастырды. Әкесі сауығып, үйге оралды. Осыдан кейін ата-анасы Айжаннан кешірім сұрады. Біз қателестік, қызым. Сен біздің өмірімізді сақтап қалдың, біз сені жақсы көреміз. Айжан бір сәт ойланып, бұл менің борышым емес, менің таңдауым. Бірақ мен өз өмірімді өзім үшін сүргім келеді. Ата-анасы енді оған басқаша көзқараспен қарайтын болды. Айжан өз жүрегінде тыныштық тапты, бірақ бұл естеліктер ұзақ сақталатынын білді. Ол кешірудің қаншалықты қиын екенін түсінді, бірақ бұл бақытқа жету жолындағы маңызды қадам екенін де ұқты.
Енді ол өмірін жаңа парақтан бастауға дайын еді. Егер сіз осы оқиғадан сабақ алсаңыз, немесе ой түйсеңіз, пікіріңізді қалдырыңыз, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл бізге жаңа қызықты оқиғалар жасауға мотивация береді. Келесі әңгімеде кездескенше сау болыңыздар.